Сіз 30-дасыз ба, сіздің өзіңіздің жаңа мөлшеріңіз болады. Жаңа 6 миллион 700 соған асқанын аласыз. Мен бүгін 52-ден ба, мен 52-де қанша менің жаңа ақшам, соны алам. Сондықтан ол жасқа жеткенде емес. Соны жаңа порог достаточности әр жасқа есептеп атқанымызда сол. Мына заң күшіне енген кезде сол әр азамат өзі жасына қарай жаңа мөлшерін біледі, қажетті қалу керек екенін, соның үстінен асқанын алатын болады. Бізде жалақыға қатысты, мысалы жеке меншік секторда еңбек кодексі мен жаңағы төменгі жалақы деген түсінік бар. Және республикалық бюджет туралы заңмен жыл сайын төменгі жалақының Қазақстан бойынша мөлшері бекітіледі. Ол дегеніміз кез келген жұмыс беруші жұмысшыға одан төмен жалақыны белгілеуге болмайды. Оның бәрі сақтайды. Сондықтан қазір айтып жатқанымыз, бізде жалпы бүкіл проблемалар елімізде. Мына жинақтаушы зейнетақы қорында салымдарымыз аз, атаулы әлеуметтік көмекке жүздеген мың адамдар жүгінеді, оның бәрі табысы төмендіктен, табысы жоқтықтан. Сондықтан біз айтып жатырмыз, мынау еңбек ақысына қатысты мемлекеттің тарапынан заңмен реттелетін төменгі жалақының мөлшері. Сондықтан соны біз көтеруіміз керек. Оның мөлшері бізде төмен, расында да төмен. Жаңа индекс Кельца деген бар, бұл төменгі жалақының орташа жалақыға салыстырмалы индексі. Бізде 23%. Мынау дамыған елдерде 45%-ке дейін барады. Сондықтан қазір үкіметтің тарапынан біз есептеп жатырмыз. Сондықтан қазір ең аз дегенде орташа жалақының 30%-ке дейін жеткізсек дейміз 3 жылдың ішінде. Сондықтан қазір тиісті есептері жүргізіліп жатыр.